Түркістан облысының екі тұрғыны әлеуметтік желідегі парақшаларына діни экстремистік материалды жүктеген. Бұндай заңсыздық интернетке мониторинг жүргізу барысында анықталды. Сарапшылар дауға тамыздық болған материалдар ел аумағында сот шешімімен тыйым салынған деп отыр. Жалпы былтыр республика бойынша 73 мың деструктивті материал бұғатталып, бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілер арқылы 80 мыңнан астам діни ағарту жұмыстары жүргізілген. 1982 жылы дүниеге келген азамат және 1990 жылы дүниеге келген азаматша ВКонтакте әлеуметтік парақшасында елімізде соттың шешімімен тыйым салынған Ділмұрат Махамадов, Октамын Заурбеков, Назратулы Абу Мариям, Қуанышбек Башпаев секілді азаматтардың уағыздарын таратқаны, бөліскені үшін Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 453 бабы 2 тармағына сәйкес айыпты деп танылып, 20 есептік көрсеткіште айыппұл салынған.